Шыңғыс хан алдымен Хорезм-Шахтар мемлекетінің күш-қуатын білу мақсатында сауда әдісін қолдануды жөн көрген сияқты. Хорезм-Шах мемлекеті мәуереннахрда 13 ғасырдың басында пайда болды. Билеушілердің иелігіне Қазақстан мен Орта Азияның байтақ жері, сонымен қатар Ұлы Жібек жолының маңызды сауда жолдары енген болатын. Сауда-саттық Моңғол империясының тіршілігін қамтамасыз етер еді. Сол себепті де Шыңғыс хан сауда-саттық туралы келісу мақсатында елшілерін Бұқараға, Хорезм-Шахқа аттандырды. Өз кезегінде Хорезм-Шах елшілерін Монғолияға жіберді. Олар Шыңғыс хан өзі жаулап алған солтүстік Қытайды, олжасын және Моңғол империясының армиясын бүкіл күшін көрсету керек болатын. Көргендеріне таң қалған Мұхаммедтің елшілері елге оралып, келіссөздер басталды. Ал Шыңғыс хан Хорезмге үлкен керуен дайындады. Алайда Шыңғыс хан мен Хорезм-Шах мемлекеті арасындағы сауда-саттықтан ештеңе шықпаған болатын. Өзін исламның қылышы санаған Мұхаммед Хорезм-Шах тіпті Бағдаттың халифімен де сөз таластырып отыратын еді. Ол тіпті Қытайды жаулап алуым керек деп санайтын. Қытайды моңғолдардың жаулап алғанын естігенде қатты ашуланған көрінеді. Ал екі арада жүрген көпестер болса, осынау үлкен держава Хорезм-Шахтар мемлекетімен салыстырғанда Шыңғыс ханның ордасы енді ғана көтеріліп келе жатқан ел деп Хорезм билеушісіне жағымпазданды. Хорезм-Шах сарайдағы саясаткерлерге емес, осындай саудагерлердің сөзіне сеніп қалса керек. Өзіне келген Шыңғыс ханның елшілерін Мұхаммед Хорезм-Шах өте менмен қабылдады. Шыңғыс хан өз хатында сауда-саттық жасағысы келетінін білдірген, әрі бұл хатта Шыңғыс хан өзін ағалық жолын көрсетіп, Хорезм-Шахқа қамқорлық жасайтын ұсынса керек. Ал мұндай сөздер Хорезм-Шахқа мүлде ұнамайтын. Шығыста енді ғана көтеріліп келе жатқан бір моңғолдың билеушісі қаншама қалаларға иелік етіп отырған Хорезм-Шахтан өзін жоғары қойып, оған қамқор болатынын айтуы дипломатия әлемінде бағыныштылық дәрежесін көрсететін. Ал Мұхаммед Хорезм-Шах болса өзін ұлы билеушімін деп есептеді. Ол қайдағы бір Шыңғыс ханның бағыныштысы болғысы келмеді. Ал Шыңғыс хан болса Қытайда бірнеше жеңістерінен кейін өзін көк тәңірінің ұлымын деп санай бастаған болатын. Оның тіпті көкте Құдай, жерде қаған деп бедерленген мөрі де болса керек. Ал Хорезм-Шах Мұхаммедтің қолында Алланың жердегі көлеңкесі деген жазуы бар сақина болған екен. Әрине бұл екі билеушінің сол дәуірдегі халықты басқару идеологиясы болатын. Хорезм-Шахпен сауда-саттық орнату үшін ол 500 түйеден тұратын үлкен керуен дайындайды. Шыңғыс хан Ұлы Жібек жолы арқылы сауда-саттықты жолға қоюға жет болды. Бұл оның мақсаттарының бірі болатын және осыны ұйғыр көпестері арқылы қолдады. Көп замай керуен шекарадағы Отырар қаласына келіп жетті. Шыңғыс ханның өз керуенін қорғауға жіберген әскерлерше жинақы көпестерді жергілікті басшы Қайырхан тыңшылар деп ойлайды. Хан барлық көпестерді өлтіріп керуен мүлкін қаланың қазынасына беруді бұйырды. Бұл жерде Моңғол империясы мен Хорезм-Шах мемлекетінің шекарасы әрқашан түйісіп тұрмаған айтуда керек. 13 ғасырдың басында бұл екі державаны Қара-Қытай мемлекеті бөліп тұрды. Кейін Шыңғыс хан мен Мұхаммед Хорезм-Шах осыны территорияны өзара бөлісіп алып, содан кейін ғана екі мемлекет арасындағы сауда-саттықты дамыту мақсатында дипломатиялық кездесулер басталған болатын. Бірақ мұны айтпас бұрын Хорезм мен моңғолдардың арасындағы осы Қара-Қытай еліне келейік. Себебі екі империяны осы Қара-Қытайлардың аумағы бөліп жатқан болатын. Моңғолдардың алғашқы жауынгершілік жорықтарының кезінде Шыңғыс хан әскерінің алдыңғы әскері, яғни моңғолдар, ата жаулары наймандардың тайпасын жаулап алды. Таян ханның баласы Күшілік 1204 жылы әкесі өлгеннен кейін Қара-Қытай еліне қашып келіп, сол жақта қарсыласуын одан әрі жалғастыра берді.
Қарақытайдың билеушісі Елуй Чулху күшілікті құрақ ұшып қарсы алды. Қызын беріп үйлендірді, тіпті моңғолдардан қашып келген сол күшілікке қолын, яғни өз әскерін жинауға рұқсат берген болатын. Осылайша Шыңғыс ханның билігіне наразы халық күшілік ханның жанына топтаса бастады. Көп ұзамай Найман, Меркіт, Шыңғыс ханға қызмет еткісі келмеген басқа да тайпалардың әскері жинақталып, күшіліктің әскер саны 8000 жауынгерге дейін жетті. Осыншама әскер жинап алған күшілік 1213 жылы, яғни өзіне көмек берген Қарақытайдың билеушісі Елуй Чжулхуға қарсы бүлік шығарып, Қарақытай державасының тағына отырмақшы болды. Бірақ Қарақытай билеушісі бүлікшілерді басқанмен күшілік оның қазынасын қолға түсірген болатын. Көп ұзамай Елуй Чулхудың әскерлері өз Гурханын, яғни өз билеушісін күшілікке ұстап береді. Осы арқылы ол Гурханды үй қамаққа алып, өзі Қарақытай державасын басқара бастайды. Бұл оқиғаны сырттай бақылап отырған Шыңғыс хан мен Хорезмшах Мұхаммед енді ортада жатқан осы мемлекетті басып алуды мақсат еткен болатын.